Бәріңізге сәлем, менің есімім Айерке. Мен сіздерге бүгін криптовалюта саласындағы алаяқтар, скам проекттер жайлы айтатын боламын. Көбінесе байқасаңыздар, Bybit'тен немесе Mex'тан болсын, Binance'тан болсын, осындай монета листинг жүріп жатыр, немесе риске дамп, риске памп кетіп жатқанын көресіздер, иә. Бірақ сол монетаны сатып алған болсаңыздар, сіздер потом сата алмай қаласыздар. Немесе сіздің депозитіңізде тұрған ақша, спотта тұрған ақша жоқ болып кетеді. Сол монетаны сатып алдыңыз, потом ақшаңыз жоқ, 1-2 күннен кейін. Сіз ойлайсыз, қайда кетті деп. Бұндай жағдайларда көбінесе жаңағындай сіз сатып алған монета скам проект болып шықты деген сөз. Енді біз жалпы скам монеталарды кәдімгідей енді біз скам монеталардан қалай ажыратамыз? Бірінші кезекте бізде CoinMarketCap деген сайт бар. Осы жерге мысалға, осы монетаның монеталары бар ма деген болады. Кез келген монетаның егер де фундаменталдық жағынан маңызы болатын болса, белая книга деген болады. Яғни мына жерде болған жағдайда сіздерде мына жерде красный сатып алуға болмайды деген секілді сондай ескерту болады. Жалпы сондай бір ғана ескерту бар монетаның өзін мүлдем сатып алуға болмайды. Мына монета бізде DAO, яғни смарт контракттардың автоматизацияланған жүйесіне негізделген NFT коллекцияларын жинау мақсатында шығарылған монета болып саналады екен. Жалпы көре аламыз. Осы монета жайлы қандай жаңалықтар шығып жатыр? Рынки бөліміне өтетін болсаңыздар, бұл монета қандай биржаларда торговля жасайтындығына дейін көре алады екенсіздер. Яғни CoinMarketCap сайтына кіріп, тексеріп аламыз, ешқандай риск немесе предупреждение жоқ па. Оны тексеріп алдық. Детектор бар. Бұл жерде біз BNB Smart Chain'да және дағы Ethereum сетіндағы транзакциялардың нелерді көре аламыз. Осы егердағы монета бізде скам болатын болса, осы жерде тоже шығып тұрады екен. Мысалға, жаңағы монетаға өтейік. CoinMarketCapқа кіреміз да, контракты деген бөлімге өтеміз. Мына жерде қарасаңыздар, қазір Ethereum. Бұл монета бізде Ethereum сетінде транзакция өтеді деген сөз. Немесе Polygon сетімен жүреді, немесе BNB Smart Chain'мен жүреді деген секілді. Енді біз адреске барамыз. Осы жерге біз Ethereum сайтына ауысамыз, перейти на Ethereum, потом вставка, яғни бізде шынымен бар монета ма, әлде жоқ монета ма. Қазір сіздерге проверкадан өтіп жатыр. Мінекей көріп тұрғаныңыздай, бұл монета бізде проверкадан өткен сенімді монета деген сөз. Пройдено деп тұрады. Ал егердағы монета скам болатын болса, ол кезде мына жерде сіздерде қызыл немесе сары түсті жазылып тұратын еді. Сары түсті свет болатын еді. Енді қараңыздар, бұл сайтқа кірген кезде біз жаңағы міндетті түрде сетті ауыстырып аламыз, және дағы адресті жазамыз, сосын монета жарамды ма, жарамды емес па, соған мән береміз. Келесі мән беретін нәрсе ол бізде лимит на покупку, либо лимит на продажу. Кейбір жағдайларда болады, сіз монетаны сатып алдыңыз, сіздің монетаңыз күннен күнге өсуде, сіз уже қиялдай бастайсыз, мен уже все, ақша байып кеттім деп ойлай бастайсыз. Бірақ ол монетаны вдруг сата алмайсыз. Ондай жағдайларда болады. Яғни скам монеталарда бізде лимит на продажу қойылып тұрады. Яғни сіз оны қанша жерден монетаңыз өссе де, қанша ақшаға сатып алсаңыз да, сіз сата алмайсыз. Сол себепті осыған тоже мән береміз. Егер де ол жерде лимит тұратын болса, значит ол бізде скам монета деген сөз. Жалпы скам дегеніміз не? Ол бізде белгілі бір крупный игрок, манипулятор деп айтсақ болады, ол өзі бір токенді шығарады, сол токенді бараттағы активно рекламировать етіп бастайды. Көбінесе телеграм каналдарда. Сіздер барып осындай телеграм каналдардан монета сатып алатын болсаңыздар, міндетті түрде оны тексерулеріңіз керексіздер. CoinMarketCapқа кіріп тексереміз, риск предупреждение бар ма? Немесе Honeypotқа кіреміз, риск предупреждение бар ма? Одан кейін ғана барып, бұл монета не монета? Фундаменталдық жағынан маңызы бар ма? Әлі өседі ма? Қаншалықты процентке өседі? Соған мән береміз. Яғни бірінші кезекте скам емес екенін анықтап аламыз. Мен сізге көрсеткендерім бұл бізде мына монетаның скам емес екенін түсіндік. Мысалға, мына жерде тағы бір монетаға кірейік. Мінекей, Dashiba деген монета. Бұл монетаны көрсеңіздер, біз тикерді жаздық, сразу шығып тұр. Эта страница была создана автоматически с использованием ончейн данных и содержит непроверенную информацию. Яғни, сізде осылайынан шығып тұратын болса, ондай монеталарды вообще сатып алмаңыздар. Және дағы Bybit'тен, Mex'тан, дәлді листингке шыққан монеталарды прям ровно сатып алып үлгеріп қалам деген тоже болмайды. Соны ескеріңіздер. Мысалға, мына монетаны қараңыздаршы да. Көрейікші.
сразу шыққан уақытынан бастап бізде 20 есеге дейін өскен, потом құлаған, иә. Яғни қараңыздар, телеграм каналға бірінші бұл кісі мына жерде тұрған кезде өзі бұл монетаны ойлап тапты дағы шығарды. Сосын барды дағы реклама жасай бастады, өтірік реклама жасайды, иә. Яғни өтірік статьяларды табылады. Сізге көрсетеді, мен сатып алған монета осындай өсуде, міне өсуде деп сізге фомо береді. Фомо дегеніміз сізге оған кезде уже бүгін 200 доллар болар ма деген секілді сізге осындай упущенная возможность чувствосын беретін болады. Сосын сіз оны сатып аласыз, барасыз дағы. Ал одан кейін не сатып алмай қаласыз, либо уже резкий дамп кетеді дағы, сіздің монетаңыз, резкий памп кетеді, сіздің монетаңыз скам болып шығады, сіз ақшаңыздың бәрінен айырыласыз. Сол себепті ешқашанда телеграмнан сатып алмайсыз. Одан кейін всегда листингте бір жақын туысыңыз айтқан монета болсын, міндетті түрде CoinMarketCap'қа кіріп тексереміз, және дағы Honeypotқа кіріп, қандай сайттар жаңағы аударылатындығын көріп, бұл монета шынымен жарамды монета ма, әлде скам монета ма, соны тексеріп алады екенбіз. Енді криптовалютадағы тағы да бір алаяқтық схемаларының түрі, ол сіздерге әртүрлі сообщениялар жазады. Яғни сіздерге депозиттеріңізді көбейтіп беремін, немесе осындай разгон депозита жасап беремін, ақшаңызды 3-4 есе көбейтіп аласыз, либо осындай холодный кошелекте менде мынандай монета менде жаңағындай замороженный тұр, сен осы монетаны шығарып ал деген секілді сообщениялар келетін болса, ондай сообщенияларды ашпаңыздар. Ссылкалар, QR кодтар, телеграмнан келетін болса, тоже оларды ашуға болмайды. Бұл бізде мошенничествоның бір түрі болып саналады. Ешқашанда телеграм каналдардан ақшаңызды аудармаңыз. Жалпы бүгінгі сабақ бойынша осы, мен сіздерге скам монеталарды қалай табу керектігін көрсеттім. Скам монеталарды шынымен маңызы бар монеталар қызық болатын болса, онда міндетті түрде менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.